Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Бүгін біз үйдегі бар заттармен жылдам әрі тез дайын болатын өте дәмді пирог жасап үйренеміз. Бұл пирогқа ешқандай да миксер қажет болмайды. Үйде белкамен не венчикпен жасасаңыздар болады. Және де көп затты талап етпейді. Бірақ қарапайым жылдам дайындалатын пирог. Ең бірінші ыдысымызға, құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстіне бір шекер қосамыз, бір кесе. Жақсылап араластырамыз. Шекерімізді ертіп алдық. Енді үстіне жарты кесе май құйып жатырмын. Оның үстіне бір кесе айран. Осы айранның үстіне бір шай қасық разрыхитель қосамыз. Егер айран ащы болған жағдайда, ол айранның ащылығын разрыхитель басады. Жақсылап араластырып аламыз. Бұл пирогқа ешқандай да таразыны қажет етпейді, миксерді қажет етпейді. Міне осылай көпіршейді. Егер айран ащы болған жағдайда. Және де тура осы бір кесемізбен бір кесе ұн қосамыз. Бір кесе ұн қостым. Жылдам әрі тез дайын болатын пирог. Біздің қамырымыз, массамыз дайын болды. Жақсылап араластырып алыңыздар. Осындай үлкен бір формаға пергамент қағазын төсеп алыңыздар. Асты жабысып қалмасын десеңіздер. Және де дайын болған массамызды құямыз. «180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз». Міне біздің пирогымыз дайын болды. Өте дәмді, қарапайым үйде бар заттардан осындай дәмді пирог жасасаңыздар болады. Мен бетіне тек әсемдік үшін сахар мен пудра септім. Сіздер бетіне жидек не шоколад қосып жасасаңыздар болады.